Роботта негізі үш тиімділік бар. Ол жақсы дәрігерге өте қолайлы. Екіншісі жақсы көрініс ішті. Адамның қолын ұзартқан роботтар. Ең алғашқы операцияны мен жасадым. Ол жатыр қосалқыларына жасалған операция болды. Аналық бездің ісігі. Заманауи технологиялар өмірімізге етене енді. Үйдегі, тұрмыстағы көптеген автоматтандырылған дүниелерді ескермеген күннің өзінде өндірісте ақылы бар робот көмекшілермен қоян қолтық жұмыс істеп келеміз. Соның бір көрінісі медицина. Отандық денсаулық сақтау саласында алғашқы робот-хирург пайда болды. Жаңадан келген қондырғыға тап болдыңыз. Енді жазылып кететін болдыңыз. Мұндай жоқ. Қазақстанда да, Ресейде де тек қана жүздік. Мен алып келіп қойғыздым, сізде адамдарды ешқандай ішін жармай, ашпай операцияны жасап бастады. Бірақ күннің ішінде жазылып кетіңіздер. Халықтың жағдайы әлеуметтік ахуалына тікелей байланысты. Денсаулық сақтау мен білім беру жүйесі бұқараның өмір сүру деңгейінің көрсеткішінде. Халықтың игілігіне жасалып жатқан дүниелер президент назарынан түскен емес. Мынау жасалып жатқан операциялар тек қана Қазақстанда емес, бүкіл біздің өңірде ең тұңғыш аппарат болып саналады. Сондықтан еліміз үшін, елдің денсаулығы үшін бұл үлкен бастама. Роботты қолдану әр жерде болмайды. Осы арқылы біз өзіміздің мамандарды үйретіп жатырмыз. Дэвид Самадимен мен Нью-Йоркта кездескем. Бұл дүниенің ең бір алдыңғы қатарлы хирургтардың бірі. Содан бері 2 айдай уақыт өтті. Отандық мамандар жаңа қондырғының тілін меңгерді. 2018 жылы май айында мен Кореяда Сеул қаласында өзім білімді жоғарылатуға оқуға барғанмын. Сол кезде 16-да да бірақ көріп жүр қой, енді сол кезде робот хирургиясымен жақын таныстым. Бірақ ол жерде бізге басқа елдің азаматы болғасын бізге жота жасауға рұқсат жоқ. Сондықтан біз тек қарап, қалай жасалатынын көріп келдім. Содан кейін биыл сол 2018 жылдың сентябрь айында Милан қаласында оқу орталығы бар, робот хирургияның. Сол оқу орталығында білім алдық барып. Гүлбарам Башарова роботпен жұмыс істеп келетін отандық хирург дәрігерлердің топ басында тұр. Әлбетте, жаңа затты меңгеру үшін білім, одан кейін тәжірибе қажет. Адам қолын икемге келтіріп, тың дүниенің қыр-сырын таныса керекті. Ол үшін шетелдің белді клиникаларында тәжірибе жинақтады. Бірінші кезде біз осындай бөлме қалай қосылады, қалай жұмыс жасайды, қандай ерекшеліктері бар лапароскопиядан, солардың бәрін бізге оқытып үйретті. Содан кейін біз өздерінің ота жасайтын бөлімінде біз жануарларға операция жасадық. Операцияларымыз өте жақсы өтті. Содан кейін біз емтихан тапсырдық. Сөйтіп сертификат алып Қазақстанға келдік. Содан соң октябрь айында ең бірінші операциямызды 2018 жылдың октябрь айында ең бірінші операциямызды жасадық. Біздің больницада ең бірінші сол гинекологиялық операция болды. 2018 жылдың қазанынан жыл соңына дейін медициналық орталықта роботтың көмегімен 35 операция жасалыныпты. Әзірге 3 бағытты ғана қамтып отыр. Оның көбі жалпы хирургиялық операциялар болды. Гинекологияда біз бірінші кезде біз киста, жатыр қосалқыларындағы операцияларды жасайтын болсақ, қазір біз ұлғайтып жатырмыз. Операцияларымыз тереңдетіп жатырмыз, өйткені жатырда операциялар жасап жатырмыз қазір. Жатыр миомасын алып тастау, немесе жатырдың өзін алып тастау, сондай операцияларға біз қазір көштік. Ал хирургияда жалпы өт жолдарындағы тас біткенде ауыратын ауруларды оларды алады.
тағы да басқа операциялар жасайды. Урологияда бүйректің кисталарына операция жасайды, бүйректегі тасқа операция жасайды. Медицинадағы робот заманның талабы. Болашақта адамға жасалынатын операциялар түгелі дерлік заманауи қондырғының көмегімен іске асатын да шығар. Әзірге робот қатысуы тез операциялар нақтылы. Как правило, в случаях лапароскопических операций, это в 95% случаев, это интубационный наркоз, то есть пациенты дышит специальный аппарат. Да. Операциялар күрделікті болғандықтан науқас қалың ұйқыға жіберіледі. Арнайы аппарат арқылы демалады. Роботтың оң қолында мынандай тракер деп аталатын құрал бар. Мынаның ені 5 мм. Бұдан да кішілері бар. Қазіргі хирургияда 3 мм тракерларды қолданып жүрміз. Бұл дегеніміз адамның денесіне түсетін тілікте өте шағын болады. Сайып келгенде теріні 3 мм-ге ғана тілеміз. Ақылды роботтың аты да бар. Сенханс, америкалық медициналық құрал жабдық жасаумен айналысатын компанияның өнімі. Италиялық дәрігерлер алғашқылардың бірі болып, тәжірибеден өткізіп, өздерінде пайдаланып жүр екен. Всем управляют теперь будут эти руки, которые имеют возможность крутиться как. Мен көрсетіп тұрған құрал радио деп аталады. Бұл құрал кез келген бағытта бұрылады. Егер қарапайым құрал тек артқа, оң және солға ғана бұрыла алса, мына құрылғы 90 градусқа дейін қажетті бағытта қозғалтуға болады. Соның арқасында біз операция кезінде ағзаның қол жетпес тұстарына кедергісіз жете аламыз. Оның өзінде қалған органдарға зақым келтірмейді. Бұлай қарасаң, оның қажеті қаншалықты деген сауал туындауы мүмкін. Жұмыс істеп көрген мамандардың айтқаны, алдымен қондырғы қолданыста қолайлы. Ағзаға лапароскопиялық камера енгізілгендіктен операция жасап отырған хирург үшін толық көрініс ашылады. Қажетінше оны оңға да солға да бұрады. Тағы да бір тиімділігі, операциядан кейін болған жайдың суреттері шығады. Яғни қателік кетсе, қай жерден болғанын хирург біліп отырады. Роботқа науқасты дайындау шамалы лапароскопиялық операцияларға қарағанда көп уақыт алады. Өткенде науқасты жатқызу керек, оның бәрі наркоз берілгеннен кейін ғана жасалатын заттар. Дұрыстап жатқызу керек, столды дұрыстап көтеру керек, сосын роботтың қолдарын алып келіп қою керек, солардың бәріне біраз уақыт кетеді. Ондай бірақ қатты уақыт көп емес. Егер жай операцияларда 10 минут кететін болса, роботпен жасалған операцияларда 30-40 минут кетеді. Алия Батырова операциялық залдан шыққан беті проблемасы қазіргі көп әйелдің басындағы дерт. Ішінде тегі дұрыс емес бөтен түйдек пайда болды. Онысы сыр бере бастайды. Мамандардың алдынан өтіп жүріп, операция жасалу керек деген байламға тоқтайды. Было очень интересно. Операция роботтың көмегімен жүргізіледі деді. Басында таң қалдым. Бұрын соңды ол туралы біздің елде ондай қондырғылар барын естіп көрмеппін. Оның бәрі мен үшін таңсық болды. Әрі қызықта болды. Бір қатар дайындықтан өткеннен кейін жаңа операцияға келістім. Дәрігерге сендім. Эндометриоз деген ісік бар. Сол эндометриозбен ауыратын науқастардың саны қазір өте көп. Эндометриолог киста, жатырдың эндометриозы. Ол эндометриоз деген ауру тек өзі ісік болып қана қоймай, ол деген қасындағы қосалқы ішекке немесе тағы да басқа мүшелерге шабады. Сондықтан содан кейін жабысқақ процестерін шақырады. Науқастың дерті сәл аурула болғандықтан операция 3 сағаттай жүрді. Алдын ала дайындығы да біршама уақыт алды. Врачи Өз емханамда порталға тұрдым. Сәлден соң дәрігерім квота алып берді. Ол үшін тұрғылықты мекен-жай бойынша құжаттарды жинақтадым. Емханадағы терапевт, гинеколог дәрігерлерден нұсқау қағазын алдым. Анализдерімізді тапсырып, осы орталыққа келдім. Әзірге жаңа қондырғының тілін білетін маман көп емес. Медициналық орталықта арнайы оқып келген 6 хирург қана бар. Олармен бірге 2 мейірбекесі де батыста тәжірибе жинақтайды. Алдағы айда тағы да 3 дәрігер роботты операция жасау тәсілін меңгеріп келмек.